бір келін күйеу екеуі, жаңа түскен келін күйеу екеуі дүкенге барып қалады. Сөйтіп дүкенге барған кезде дүкендегі әртүрлі заттарды қарайды да жігіт айтады: "Мына бір нәрсені саған алдым" дейді әйеліне, келінге. "Ал мына бір нәрсені анашыма алдым" деп жаңа көрсетеді. Келіннің көңілі түсіп кетеді. Сосын үйге келеді: "Неге көңілің жоқ?" Айтпайды. Ертесіне көңілін сұрайды. Үшінші күні сұрайды: "Сіз мені ажыратасыз ау" деймін дейді. "Сіз маған талақ беріңіз." Неге талақ сұрап тұрсың дейді. "Мен саған сыйлық сыйлап жатырмын, мен сенің көңіліңе қарап жатырмын" дейді. "Тіптен" дейді, "анама арзандауын, саған қымбаттауын алдым ғой, сен неге маған ренжіп тұрсың дегенде сол үшін" дейді. "Сізді дүниеге әкелген, 9 ай 10 күн көтерген анаңызға арзанын алып, маған қымбатын алған әділетсіздігіңіз үшін сізге ренжіп тұрмын" дейді да күйеуіне. "Мен сізге кеше ғана қосылған адаммын, ал анаңыз сіз үшін не істеп еді" дейді. 9 ай 10 күн көтеріп, еңбегімен өтеліп, түнде тұрып оянып, мұздай бесік таянып, қанша қайғы қасірет шешті. "Ана деген сондай адам емес па? Қожайыным" дейді күйеуіне. "Ана деген сондай адам емес па? 9 ай баланы құрсағында көтереді, 2 жыл бауырында көтереді емізіп. Сосын да тастап қоймай өмір бақи жүрегінде көтеріп жүреді ғой" дейді. Ана сондай, ол бала шағасын жақсы болғандық үшін жақсы көрмейді. Баласы болғандық үшін жақсы көреді да. Сол анаңа сен қымбатын алып берсең, мен саған қуанып, менің тиген жігітім, арқа сүйеп сенген жігітім әділ жігіт екен ғой. Бұл баласына әділ тәрбие береді, қызына әділ тәрбие береді деп айтатын дейді. Міне, жігіттің бағын ашатын, есіктегі басын төрге шығаратын әйелдің сипаты ағайындар осындай болады екен ғой. Біз осы қасиетімізден ажырап жатқан жоқпыз ба?